Саламатсыз ба, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге картоптан және фарштан ерекше дәмді тағам дайындайтын боламын. Әуелі сиырымызды осылай жүркілеп өткізіп аламыз. Өткізіп алған сиырларым, ірімшігі, енді картоғымызды жіңішкелеп, дөңгелек етіп турап аламыз. Осылай картоғымызды жіңішке тураймыз. Оған дейін табамызға етімізді салып, фаршымызды салып, қуырып пісіре береміз. Мен оған сәбізбен жуа салдым. Осылай әбден піскенше бұқтырып қойдым. Тұзын, бұрышын саласыздар. Мен осындай противенге сиырымды салып алам. Осыған туралған картоғымызды жайып аламыз. Енді осыған тағы да тұзымызды, бұрышымызды керегінше татымына қарай саламыз. Қалған сиырымызды осыны духовкада пісіреміз 20 минуттай. Енді осының бетіне піскен банағы фаршымызды саламыз. Әбден картоптың үстіне жайып аламыз. Әбден жайғастырып жайып аламыз фаршымызды картоғымыздың үстіне. Енді осыған сиырымызды саламыз. Духовкаға қойып тағы 20 минуттай пісіріп аламыз. Міне картоғым дайын. Ас болсын баршаға. Рахмет, сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.